please forgive me. Сәлем де айтам ба, или просто менің атым Марин. Менің атым Марина. Мен тарих пәнінен сабақ беремін. Мен Атырау мемлекеттік университетін бітірдім. Қазіргі таңда магистратурада оқып жатырмын. Осы мектепте жасағаныма 1 жылдай уақыт болды. Я танимын, ол няня болған, ол да негізі мұғалім болған. Оның стилі негізінде енді қазіргі таңда сондай винтажный стильдер қайтадан модаға сәнге келіп жатыр. Мүмкін сол үшін ұқсап тұрған шығармын. Негізі бұқалар ол қызыл түске ғана жүгірмейді, ол движениеге, яғни бір нәрсе қозғалып тұрған кезде жүгіреді ғана. Сол нәрсені білем, сол үшін қорықпаймын. Мен үшін орта ғасыр, средневековье өте қатты қызықты. Креш шылықтары, Сұлтан Бейбарыс, Салахаддин сияқты кезеңдер, жалпы біздің көшпенділердің дәуірі орта ғасырда болды деп ойлаймын. Егер шетелге көшу мүмкіндігі болса, Канада немесе Германия. Канадада өмір сүру қолайлы, маған негізінде Германия қатты ұнайды даму жағынан. Қазақстан кімнен болды? Негізі ағаймен дейтін көшу туралы всегда айтам, біз Қазақстанға более керекпіз деп. Солай жауап берейінші лучше. Мен сөйтіп айтам всегда оқушыларға просто. Я айтпатсат ағай, что-то мына сұрақты алып тастаңызшы. Ол жағын ойлаған жоқпын. Осы мектеп қазіргі таңда ұнайды, болашақта не боларын білмеймін. Шын, мұны даже ойлап көрмеппін. Әділай жарық. Нанчуан. Меніңше жақсы ұстаз ол үнемі креативті, үнемі оқушылармен бір волнада, бір толқында жүре алу керек, және де үнемі кітап оқып отыру керек. Мен өмірлік кредам, ол айтады ғой, өмірде ештеңе істемейтін адам ғана өмірде ешқашан қателеспейді. Сондықтан да ешқашан қателесуден қорықпау қажет. Мен жалпы жаңа жерлерге барғанды өте қатты ұнатамын. Кафелер, жаңа тағамдар. Мен негізінде Инстаграмды өте жақсы меңгергем. Сол Инстаграмнан кафелерді қараймын, оларды саламын. Жалпы ең жаман деген жердің өзін мен әдемі етіп түсіріп көрсете аламын. Сол үшін барлығына әдемі болып көрінуі мүмкін. Мен ойымша, біздің қазіргі таңда біздің қоғамға керек пән деп ойлаймын. Мен статистиканы қарап шыққам, мысалы, біздің Атырау облысында тарих мұғалімдер жетіспейді екен. Сол үшін мен жұмыс табу мүмкіншілігім көп болуына байланысты, және де маған ұнауына байланысты тарихты таңдадым. Себебі мен оны жай ғана жақсы көремін. Сол үшін мен тарихшы болдым. Мен бір тұлғаға толықтай еліктеу және бір тұлғаны толықтай идеалды санау қате деп ойлаймын. Сондықтан маған әр тұлғадан бір жеке қасиеттерін алған дұрысырақ деп ойлаймын. Енді ондай тұлғалар өте көп. Маған ұнайтын, мысалы, қазақ тарихында болсын, әлем тарихында болсын. Сондықтан бір тұлғаға толықтай еліктеу мүмкін емес.